Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен атым Гүлім. Және де видеоны бастамай жатып 23-ші аптаға лайк және де менің каналыма жазылмаған болса подписканы басыңыздар, өйткені осыған дейінгі видеоны және 40-41-ші аптаға келгенше сізде әлі уақыт көп, сондықтан видеолардың бәрі уақытылы шығып отыру үшін және де менің каналымды басқа каналдармен араластырып алмас үшін подписканы бассаңыздар, сіздерге мен видеолардың барлығы кеп тұрады. Және де қыздар, бастамай жатып 23-шіға дейін көп үзіліс болды. Егер көп үзіліс болса, мені кешіре көріңіздер. Ақпарат өте ұзақ алынады, аударылады. Сондықтан сол үшін де лайк қойсаңыздар болады. Ал кеттік. 23-ші аптада балаңыз үлкен болып өсіп қалды. 23-ші апта дегеніміз жалпы біз дәл қақ ортасына келдік. 23 дегеніміз 5-6 аптаның ортасы, айлық. 23 апта кезінде балада қандай өзгерістер болады? Ең бірінші өзгерік баланың миы үлкейеді. Басындағы апталарға қарағанда баланың осы кезде миының бөлек өзі 100 грамм болып табылады. 100 грамм баланың миы. Және де баланың ойлау қабілеті, анализировать ететін қабілеті үлкейеді. Басқа айларға қарағанда бала миы аяқ астынан тез өседі осы айда. 6-шы айды басталды. Және де көбінесе, егер жалпы айтып кететін болсақ, баланың жалпы размері дейді ғой, сол баклажан сияқты, орташа баклажан болады, сондай сияқты. Және де 20 сантиметр бойы, ал егер салмағын алатын болсақ, 450-500 сантиметр, 500 грамм, кешіріңіздер, 450-500 грамм. Қыздар, бала бұл кезде негізі көбінесе бала осы ВОЗ бойынша, ВОЗ деген Всемирная организация здравоохранения бойынша 23-ші аптадан бастап бала егер туылып қалса, аяқ астынан ондайда болады, бала туылып қалса, тірі бала болып табылады. Яғни бала осы аптадан бастап жалпы списокке баланы тірі туылған балалардың эмбрион емес, яғни түрі туылған бала деп саналады. Сондықтан осы 23-ші аптадан бастап баланы өмірге алып қалуға болады. Яғни баланы 500 граммнан бастап жалпы баланы өмірін сақтап қалуға болады. Яғни 500 граммнан бастап баланы өмірін сақтайды екен деп тууға дайындалып жүрмеңіздер. Әлі сізде жартысы бар. Жүктіліктің жартысы бар. Жартысынан шамалы аз, бірақ жартысы деп айта береді. Жалпы баланың миында қандай, жалпы центральный нервный системада қандай өзгерістер болып жатыр? Балада жалпы жаңағы миы үлкейді, яғни бала қолдарында қозғалтып, жалпы бала көп қозғалады. Бұрында сіз 20-18 апталарда, мысалы, сіз шатастырып алатын едіңіздер, баланы газ ба, ішімдегі бала ма жыбырлап атқан білмейтін едіңіздер. Қазір ештеңемен оны шатастырып алуға болмайды, сондықтан барлығын айырып отырасыз. Мына кезде бала, мына кезде өзім ішім деген сияқты, бала қатты активті жүзіп жүреді іште. Өйткені қазір баланың орны бар жүзуге, сондықтан жүзіп бала деген өзін өте жақсы активті сезінеді. Қандай өзгерістер болып жатыр? Балада жалпы селезенка дейді, көк бауыры жұмыс істеп, балада қан жасауға көмектесіп жатыр. Қазір қанды лейкоцит, моноцит және де жасайды. Және де көк бауыр деген көбінесе эритроциттің сортировка жасауға көмектеседі. Және де баланың қолы, аяғында жалпы саусақтары ұзын болып, адамның саусақтарына ұқсап келе жатыр. Және де терісін алатын болсаңыз, тері асты майы қалыптасып жатыр. Тері асты майы ол не үшін керек? Бала тоңып қалмас үшін. Ертең сіз туған кезде баланы жылыту үшін тері асты майы бізге сол үшін керек. Біз ертең тоңбас үшін баланың тері асты майы осы кезде дамып жатыр. Және де бірақ терісі өте, қалайсаң, қыржым, әлі баланың терісі қыржым болып табылады. Осы кезде оны қорықпаңыздар, балаңыз қып-қызыл болып жатыр осы кезде. Және де баланың бұл кезде
асқазаны және де мочеполовая система дейді, сол жұмыс істеп жатыр. 23-ші аптада амнион сұйықтығы дегеніміз баланың жатқан суы, иә, соған бала өзі сие бастайды, және де дәл сол жаңағыда асқазанынан шыққан нәрселер, жалпы бала демалу әрекетін жасайды, яғни демалған кезде ол өзімен бірге суды жұтады. Суды жұтқан кезде ол асқазанына түсіп, асқазанынан сыртқа шығады сол суға. Ол су қалай тазарып отырады? Ол егер барлығын үшін асқазаны жұмыс істеп тұр, баланың тікшегінен шығып жатса, ол деген амнион деген барлығы, қалай айтсам болады, барлығы лайланып кету керек қой. Оның бәрі біздің ағзамызда барлығы, Алла бізді жаратқан кезде барлығын есептеп қойған. Оның амнион сұйықтығы бір сағат сайын ол жаңарып отырады. Яғни оны жаңартып, фильтрация жасалып отырады біздің қан арқылы. Ол үлкен нәрсе, сондықтан оның бәрі ол баланың шығып жатқан нәрселердің бәрі тазартылып отырады. Сондықтан амнион сұйықтығы сіз туған кезде әппақ судай болып, прозрачный дейді, қозғалмай қалса, ол кезде гинекологқа барасыз. Менің бұл айтып жатқан нәрселерім бәрі тек ақпарат үшін. Сіз міндетті түрде гинекологқа барып отырасыздар, қыздар, түсінікті деген ойдамын. Және де бала қозғалуы өте бұрынғы қарағанда аяғымен, қолымен сіздің жаңағы бала жолдасының ішінде итеріп жүріп, неше түрлі сальто жасап айналып жүреді. Өйткені ол кезде қазір ішіңіз қатты үлкейген жоқ, баланың жалпы өлшемі өте аз, сондықтан осылай жүзіп жүре алады. Келе бала олай жүре алмайды. Сондықтан қазір рахаттанып тұрып, бала неше түрлін жасап жатыр. Және де келесі, баланың есту қабілеті жақсарады. Сіз балаңызбен қазір сөйлессеңіз болады, сіз қатты күтетініңізді, балаңыз сіздің сәбиіңіз, күйеуіңіз екеуіңіздің өте қатты күтіп жатқандарыңыз барлығын айтатын болсаңыз, балаңыз сіздің жатқан кезде жалпы барлығын тыңдап жатады. Сізді туған кезде, егер сіз балаңыз жылаған кезде, сіз онымен сөйлескен кезде сіздің дауысыңызды танитын болады. Сондықтан қазір сөйлескен дұрыс баламен. Және де бала, жаңағы айттым, тыныс алу жаттығуларын жасап жатыр десек те болады. Тыныс алған кезде амнион сұйықтығын өзімен жұтып алады да, сонымен оны шығарып жатады. Сондай нәрселер болып жатыр. Қыздың қыз екенін, ұлдың ұл екенін, жалпы қыздарда жұмыртқалар пайда болады, яичники дейді. Ер адамдарда, ер балаларда, оларда мошонка пайда болды. Сондықтан УЗИ-да барлығы көрініп тұр. Егер көрсетіп жатса, кейбір қыздар ұялып, көбінесе қыздар ұялып көрсетпей жатады, ал балалар барлығын көрсетіп жатады. Көбінесе солай, бірақ УЗИ-стерде неше түрлі болып жатады, көре алмай жатқандар кездерде. Және де мамасыз ғой енді, келешек ананың деп айтайық, қазақша ананың өзінің жағдайы қандай болады? Жалпы ананың жағдайы бұл кезде өте жақсы жағдай, өйткені бала қатты өскен жоқ, баланың жағдайы жақсы, бұл кезде ішіңіз қатты өсіп жатқан жоқ. Сондықтан сіздің осы 23-28-ге дейін, аптаға дейін әйелдің бір құлпыратын жағдайы. Өйткені бұл кезде ешқандай ентігу болмайды. Ішіңіз деген жаңағы алдында болған токсикоздардың бәрі кетті. Әйел ұшып қонып жүретін кез. Сондықтан абайлап жүріңіздер, өзіңізге көп алып қоймаңыз. Мысалы, продукт алып жүріп, көп ауыр, мысалы, қарбыз көтеріп, немесе картошка көтеріп өйтуге болмайды. Ішіңіздегі баланы ойлаңыз. Өйткені сіздің неше түрлі жағдай кешірім сұраймын, неше түрлі жағдайлар болады. Мысалы, балаларда әйелдер өзінің жағдайын білмей көп көтеріп, жалпы выкидышке дейін әкелуі мүмкін. Сондықтан олай жасамаңыздар, қыздар. Сосын қыздар,
осы кезде пигменттер пайда болуы мүмкін беттеріңізде. Сондықтан барлығын, егер күнге шығатын болсаңыздар, сонсыз защитный крем дейді, жаздық кез болса жағып алыңыздар. Және де шляпа киіп жүріңіздер. Өткен пигменттік дақтар өте тез шығатын кез қазір. Бетке, көбінесе бетке, көздің астарына, бетке пигменттер шыққан жақсы көреді. Кейбір әйелдерде кетеді ол, жалпы кейбір әйелдерде кетеді. Туып болғаннан кейбір әйелдер қалып қоюы мүмкін. Сондықтан қыздар бетімізді жақсы ұстаймыз. Содан кейін қыздар осы 23-ші аптадан бастап ішіңіз үлкейе бастайды. Ішіңіз үлкейгенде бұл тез болады. Яғни 23-ші аптадан бастап іш деген тез өсе бастайды. Сондықтан сіздің қожаңызға теріңіз өте созылады. Сондықтан қыздар, ондай болмас үшін, ішіңізде стриялар болмас үшін, жыртылып кетпес үшін ішіңізге майлар, оливковое масло дейді, неше түрлі майларды көрсеңіз болады, соларды ішіңізге жақсаңыз болады. Егер май жаққыңыз келмесе, май деген сондықтан май ғой енді, ол кейбіреулер жаққысы келмейді. Әйелдерге арналған стрияны болдырмайтын кремдер бар. Ол болмаса, оны таба алмасаңыздар, жалпы детский крем жақсаңыздар болады. Бірақ ең басты принцип ішті жақсылап ылғалдандыру керек. Өйткені ішіңіз құрғап, ішіңіз жыртылып, ертең әдемі емес болып қалмасын қыздар. Мен 3 баланың анасымын, бірақ ішімде стрия жоқ. Сондықтан мен не айтып отқанын білемін. Мен ішім сондай генім бар, сондай ішім жыртылмайтын, аяғым жыртылмайтын, бүксем жыртылмайтын. Сондықтан емес, жоқ, мен осы 20 аптадан бастап мен осындай кремдердің барлығын, неше түрлісін, 3 түрлі крем бар тұғын. Мен жататын жерімде, ваннада, барлық жерге қойып қойған. Мен ішіме күніне 1-2 рет жағатынмын, бүксеме, өйткені сондай стриялар болмас үшін. Сондай ішіңіз қатып қалады, кейбір кезде тырысып қалады, сол кезде тез жағыпсаңыз, өйткені тырысып қалған кезде сондай жыртылатын болуы мүмкін. Қыздар, соның барлығы түсінікті деп ойлаймын. Ең басты қазір сізді уайымдатып жүрген запор болуы мүмкін. Өйткені запор бұл кезде өте сіздің досыңыз десеңіз де болады. Өйткені іш үлкейіп жатыр, тоқ ішек басылып жатыр. Сондықтан шамалы іштің өтуі қатуы болуы мүмкін. Сондықтан ішті қатырмайтын свечалар, глицериновый бар. Сосын ішті қалай айтсам болады, сізге қазір ешқандай дәрілерді айтпай қойын, өйткені дәрілерді тек гинеколог қана араласыз. Мен тағамдарды айтайын, ішті кетіретін. Жалпы бұл кезде капуста жесеңіз болады. Және де жаңағы біз жақсы көретін свекла дейміз, қызылшаны жесеңіз де өте жақсы ішті кетіреді. Шамал шыдайсыздар, ондай болады. Көп қыздар осы аптада сондай болады. Және де ішіңізде жаңа кіндігінен төмен қарай қыздар, кіндіктен төмен қарай осы кезде қара сызық пайда болады. Одан қорықпаңыздар, ол меланин пигментіне байланысты көбеюіне. Және де астыңыз, яғни қай жер екенін біліп тұрмыз, сол жеріңіз қап-қара болып кетеді, қолтық асты қап-қара болып кетеді. Және де емшегіңіздің ұшы қараяды. Ол сол меланин пигментінің көп болуына байланысты қыздар. Одан қорықпаңыздар. Оның бәрі сіз туып болғаннан кейін жайлап кетеді. Және қыздар, осы кезде астан сұрақтарыңыз қойыңыздар, өйткені келесі видеоларда мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін, жүктілік туралы сұрақтарыңызға. Көп қыздар сұрақтар қойып жатыр, сондықтан соны мен видеоларда, осындай жүктілік туралы видеоларында барлығын болады, сол жауап болады. Бір қыздың сұрағы бойынша ложные схватки дегеніміз не дейді? Ложные схватки 23-ші аптада болуы мүмкін. Ол ложные схватки Брексона Хиггса деп аталады. Бұл схваткалар жалпы жалпы босану алдындағы схваткаларға ұқсамайды қыздар, бірақ бұл схваткалар ішіңіз қатты ауырып кетеді, қойып қалады. Бір ішіңіз қатты ауырып кетеді, прям түсінбей кетесіз неге. Сосын жайландап жібереді. Сол схватка Брексона Хиггса деген
адам шығарған осы схватканы, білген, зерттеген сол адам, сосын сол адамның атымен белгілі. Бұл схваткаден қорықпаңыздар, бұл ондай іші ауырып кетеді. Егер бұл қай кезде сізді уайымдату керек? Егер сіздің астыңызға выделение болса, қан сияқты, немересе қан сияқты емес, бірақ ішіңіздің ауруы жаңағы кетіп қалмайды, осы жаңағы схватка сияқты, бірақ көп тұратын болса, ауырып тұра беретін болса, жатсаңыз да тұрсаңыз да міндетті түрде гинекологқа барасыздар. Бұл мені айтып жатқан нәрселерім тек ақпарат үшін. Негізі гинекологқа сіздер 23-ші аптада аптасына бір рет немесе 2 аптада бір рет барып тұруыңыз керек. Сіздің акушеріңіз сізбен телефонын сіз білуіңіз керек, өйткені неше түрлі нәрселер болуы мүмкін. Сондықтан сіздің жүктілігіңіз өте маңызды. Сіздің дені сау бала туу сіздің бірінші міндетіңіз. Бірінші өшірттедегі міндетіңіз дені сау бала дүниеге әкелу. Қыздар барлығы түсінікті деген ойдамын. Ақпарат үшін лайк қойыңыздар, және комментарияда сұрақ қойыңыздар, комментарияда сөйлесіңіздер бір-бірлеріңізбен. Сол барлықтарыңызға сау болыңыздар. Келесі 24-ші аптада кездесеміз.